Өзбекстанда бүкіл елді дүр сілкіндірген қылмыс тіркелді. Ұзаққа созылған отбасылық жанжалдың соңы адам сенгісіз сұмдықпен аяқталды. Тергеу деректеріне қарағанда, келін мен ене арасында түсініспеушілік жылдар бойы жалғасып келген. Сырт көзге бәрі тыныш көрінгенімен, олардың арасында терең реніш, қызғаныш пен ашу жиналып келген екен. Уақыт өте бұл өшпенділік уға айналып, ақыры отбасын екі дүниенің арасына әкеліп тіреді. Кезекті ұрыс кезінде келін өзін ұстай алмай, ашуға ерік беріп, енесіне пышақ сұққан. Қан жосаған бөлмеде егде әйел жан тапсырды. Қылмысын жасыру үшін келін мәйітті бөлшектеп өз үйінің ауласына көміп тастаған. Бірақ сұмдық мұнымен тоқтамады. Олған жағдайды көзімен көрген күйеуі шындықты айтуға бекінген сәтте, ол да әйелінің қолына мерт болды. Адам сенбес жағдай. Қылмыс жасаған әйел өзін ештеңе болмағандай ұстап ас үйге кіріп, енесінің етіне мәнті пісіріп, оны көршілерге таратқан. Бұл әрекетімен ол күдікті сейілтіп, айналасын алдамақ болған, бірақ ақиқат бәрібір ашылды. Көп ұзамай полиция оның әрекеттерін анықтап, әйелді қамауға алды. Сот оны кінәлі деп танып, 12 жыл 3 айға бас бостандығынан айырды. Бұл сұмдық оқиға Өзбекстан қоғамында үлкен резонанс тудырды. Ол тек бір отбасының емес, бүкіл қоғамдағы отбасылық зорлық-зомбылық пен ішкі психологиялық қысымның қаншалықты ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін екенін көрсетті. Сарапшылардың айтуынша, мұндай трагедиялардың алдын алу үшін әр отбасыда сабыр, түсіністік және өзара құрмет орнауы керек. Кикілжіңді шешудің ең дұрыс жолы үндемей өш алу емес, сабырмен сөйлесу. Психологиялық көмек пен қоғамның қолдауы болмаса, кішкентай реніш үлкен қылмысқа айналуы мүмкін.